Достым, қазір мен сізге осындай сызықшаларды қалай мен іс жүзінде қолданып жүргенімді айтайын. Алдымен сіз сторис саласыз. Мінекейіңіз бір фонды алдық. Енді осы фонға мысалы әдемі сәнді сторис шығарғыңыз келіп тұр. Енді біз мысалы жазамыз. Деңізде мысалы сіз оның фонын жаздыңыз. Енді астына сызықша ААны басқан кезде сізде мында әртүрлі белгілер болады, знак деп айтады да орысша. Ол үшін ең бірінші әрине шрифт таңдайсыз. Міне шрифт таңдадық. Оннан санағанда бірінші шрифт таңдадық. Сосын астыңғы сызықшаны сызасыз. Көрдіңіз бе, сызықша сызылды. Мінекейіңіз. И осылай сіз екі қолыңыздың көмегіңіз арқылы осылай сызықшаны созуыңызға болады. Егер сіз қандай да бір сөзге нұсқаңыз келсе, оны былай істеуіңіз керек. Міне сызықша сызып алдыңыз ғой. Сосын қайтадан АА барып, мына жерде мынандай точканы тауып аласыз. Оны осының қасына қойсаңыз, бір нәрсеге нұсқай аласыз. Мысалы, пайдаңызға жарасын дедіңіз. Мына сызықшаны былай қойып, мына пайдаңызға жарасын деп бүйтіп қойып, мына сызықшаны алып, осының үстіне қойып қойсаңыз, көрдіңіз бе, қандай еңбек сторис шығару. Осылай мінекейіңіз сіз қоя аласыз точка сызықша арқылы. Тағы да телеграм каналыма мен сізге неше түрлі сызықшалар жібердім. Сіз оны қолдана аласыз. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.